Қалайсыздар достар, бүгін сабақта заявка клик бағасын төмендету бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Клик бағасын төмендету. Ең бірінші клик бағасын төмендету үшін бізге креатив маңызды. Яғни креативіміз өзгерту керек. Егер де клик бағасын барынша арзан қылу үшін біздің баннеріміз жақсы болу керек, профессионально жасалған болу керек. Ал видео болса, продающий видео сценарийінде түсірілу керек. Одан кейін офферіміз жақсы болу керек, және копирайтинг жақсы болу керек. Қай кезде жақсы екенін білеміз. Тағы да айтайын, CTR. CTR бізде уже 3%, 5% болатын болса, онда біздің жаңағы жүктеген баннеріміз, видеомыз, текстіміз бәрі идеальный сочетание болып тұр. Сол жағдайда біздің клик бағасы төмен болады. Ал қалай төмендету керектігін именно оффер жазу бойынша әртүрлі технологиялар бар, соның барлығын қарастыру арқылы, копирайтингті дұрыс жазу арқылы, одан кейін продающий видео сценарий Google-да да ашық түрде бар. Одан бөлек басқа видео бойынша мобилография курсынан көрсеңіз болады деген сияқты. Яғни продающий видео сценариймен сіздің видеоңыз дайындалса, баннеріңіз идеально жасалатын болса, дизайнер профессиональный түрде жасап беретін болса, сәйкесінше кликтің бағасы төмен болады. Яғни осындай форматта, осындай фактор кезінде, осындай қолайлы жағдай жасалған кезде біздің кликтің бағасы төмен болады. Одан кейін екінші момент бұл аудитория. Facebook'тан детальный таргетинг. Аудиторияны таңдаған кезде дұрыс таңдау керек, интерес дұрыс болу керек. Мысалы, например, массаж болса, сіз алып болған тоқтың интересін жасаңыз, ол дұрыс болмайды. Интерес сәйкесінше массаж болса, массаж таңдайсыз. Бұл қарапайым ғана банальный нәрсе. Енді аудиторияны дұрыс табу деген нәрсе қалай? Аудиторияға анализ жасау керек. Қалай жасаймыз? Клиенттен сұраймыз. Клиенттің аудиториясы қандай? Өзі біледі. Сізден просто қарапайым ғана сұрақ қоясыз. Сізден кім алады? Сізден бұрын кімдер сатып алып еді? Ол өзі айтып береді. Менен осындай студенттер алып жүретін, жастар осындай еді. Одан кейін бір 30-40 жастағы адамдар алады деген секілді өзінің несін айтады. Әртүрлі. Мысалға, женская одеждаға аудиториясын анализ жасаған кезде бар ер адамдар десем, ол дұрыс емес қой. Ер адамдар белгілесең. Сәйкесінше ол жерге уже әйел адамдар белгілеу керек. И жақсы маңызды тоже. Жақсы маңызды әрбір мысалға, например, женская одежда түрлері көп. Мысалға, современный стильде болуы мүмкін. Современный стиль сәйкесінше жасы ерекшелік 18-25 болып қалуы мүмкін. 16-25 болып қалуы мүмкін. Соның барлығын не істейміз, қалай анықтаймыз, қалай анализ жасаймыз, клиенттен сұраймыз. Клиент барлығын біледі. Даже клиент білмесе де оған осындай сұрақтарды қою арқылы шығарып алуға болады. Сол сұрақтарды қоюымыз керек. Так, енді келесі заявка бағасын төмендету. Бұл жерде бір ғана маңызды нәрсе, бұл конвертер. Конвертер дегеніміз, яғни заявканы продажаға, то есть заявканың қалай айтсам екен, заявка бағасын төмендетуге негізінен менеджер келеді. Давайте айта берейін. Сайт контенті дұрыс болу керек. Сайт продающий болу керек, сәйкесінше сайттың өзінің негізгі 4-5 блоктан, қандай блоктардан тұру керектігі, одан кейін әрбір бір блок тастап, екінші блокта уже үшінші блокта, например, бірінші блок өтті, ол жерде несі тұрады, мысалы, оставить заявку деген кнопка, екінші блок контент болады, үшінші блокта уже тағы да оставить заявку деген секілді кнопка тұрады деген секілді. То есть одан бөлек дәл қазір тегін аламын деген секілді бонустарды қосу арқылы біздер сайттың көбірек заявка түсіреміз, сәйкесінше бізде заявканың бағасы төмен болады. Одан кейін менеджерға хабарласқан звоноктар барынша не істеу үшін, жаңағы продажа көп болу үшін менеджердің сөйлес қабілеті дұрыс болу керек, скриптер дұрыстау керек болады. Одан кейін үшінші Instagram Direct, сәйкесінше Directте барлығы автоматтандырылған болу керек. То есть сәйкесінше бірден жауап беретін болсаңыз, бірақ жаңағыдай заявкалардың барлығы келу үшін жаңа басындағы біздің креативтеріміз барлығы дұрыс болу керек болады. Осы моменттерде заявканың бағасын біздер төмендете аламыз. Бұның барлығы жалпы үстіртін ақпарат болғанымен, ең негізгі фундаменті осы. Ары қарай уже мынандай нәрсені идеально жасау керек, былай жасау керек деген секілді таргетте тек тест арқылы шығаруға болады. Яғни не істейміз? Тестировать етеміз. 10 баннер, 100 баннер, 50 баннер, 20 баннер дайындаймыз, запускать етеміз. 20 баннердің ішінен мысалға екеуі ғана не істеуі мүмкін, результат беруі мүмкін деген секілді. Яғни
барынша көбірек тест жасаған кезде сәйкесінше біздер уже көп результат аламыз и анализ жасауға көп ақпарат ала аламыз. Так, баннер, 20 баннер, 20 түрлі баннер, баннерлердің ішінен екеуі өтті, так, екеуі өтті, мынаның тексті мынандай, значит, келесі баннерде текст мынандай болу керек деген секілді ары қарай анализ жасау арқылы келесі креативтерді соған сәйкес жасаймыз, сәйкесінше біздер арзан клик, арзан заявка аламыз. Ең негізгі фундамент осы, түсіндіңіз деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.